Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектерге амалдар қолдану. Менің аты-жөнім Сейфолла Арайлым Асхатқызы. Бізде бүгін қайталау сабағы, оқу мақсаттары, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау, жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейтуді және бөлуді орындау. Ең алдымен біз ережені есімізге түсіріп алайық. Жай бөлшектерді қосу ережесі. Әріптердің көмегімен бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу ережесін мына формула арқылы жазуымызға болады. Яғни S тең A қосылған S тең V тең бөлімінде бірдей болғандықтан бөлімі S-тің өзі жазылады. Бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарындағы әріптер қосылады. Яғни A қосылған V. Бөлімде S қалады. Жай бөлшектерді азайту ережесі. Яғни бұл жерде де дәл солай, бөлімі өзі жазылады бірдей болғандықтан, ал алымдары азайтылады. Алымында A азайтылған V, бөлімінде S болады. Бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді қосу немесе азайту үшін оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіріп, сонан соң бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу немесе азайту ережесін қолдану керек. Жай бөлшектерді көбейту, яғни бұл жерде V-дан A көбейтілген D-дан S тең болады. Көбейту ережесі алыммен алымын, бөліммен бөлімін көбейтеміз. Яғни бөлімде V көбейтілген D, алымында A көбейтілген S. Жай бөлшектерді бөлу. Көбейтіндісінің мәні 1-ге тең 2 сан өзара керіс сан деп аталады. Жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу үшін бөлінгішті бөлгішке кері бөлшекке көбейту керек. Яғни V-дан A көбейтілген S-дан D болып. Яғни D-дан S-ның керісі S-дан D болып, біз оны көбейтеміз. Әрі қарай біз көбейту ережесін қолданатын боламыз. Ережелерді есімізге түсіріп болдық, онда есептерді шығар дейді. Яғни Learning Apps бағдарламасындағы тапсырманы орындайық. Бұл жерде есептің шарты бойынша берілген, мына жерде есептің шарты берілген, және мына жердегі жауаптарымен біз оны қайсына сай келетінін анықтауымыз керек. Сіздерге сәл уақыт берейін, одан кейін бірге орындап тексеретін боламыз. Жақсы, алдымен қосуды орындайық. 1,7-2 қосылған 2,14-тен 1. Аралас сан болғандықтан бірінші бүтін бөліктерін қосып алсақ, 1-ге 2-ні қоссақ, 3 бүтін ортақ бөлімге, ең кіші ортақ бөлімге келтіреміз. Өйткені бізде бөлімдері әртүрлі. Ең кіші ортақ бөлімі 14 болады. Демек, бұл жерде біз тоқтауыштарын берсек, 3,14-тен 5 шығады. Әрі қарай 3,2-ден 1 азайтылған 1,4-тен 1. Бүтін бөліктерін азайтқан кезде 2, ортақ бөлімі, ең кіші ортақ бөлімі 4 болады. Тоқтауыштан беріп азайтқан кезде бізде 2,4-тен 1 шығады. Әрі қарай көбейту ережесі. Көбейту ережесі алыммен алымын, бөліммен бөлімін көбейтеміз. Демек, 5 пен 3-ті көбейтем 15, 4 пен 2-ні көбейтем 8. Жауабы демек 15-тен 8. 7-ден 5 бөлу 4-тен 3. Ол үшін не істейміз? 7-ден 5-ге, мына 4-тен 3-тің керісіне көбейтеміз. Демек, 7-ден 5-ті көбейтемін 3-тен 4-ге. Одан кейін көбейту ережесін қолданып, 7 мен 3-ті 5 пен 4-ті көбейтемін. Оның жауабы бізде 21-де 20 шығады. Әрі қарай 1 азайтылған 3-тен 2. Бізде мына 1 бүтін сан. Біз оны бөліміне келетіндей қылып 3-тен 3 деп келтірсек болады. Яғни бөлімдері бірдей, бөлімі өзі қалады, ал алымында 3-тен 2-ні азайтсақ, бізде 3-тен 1 шығады. Егер сіздерде де дәл осындай шықса, онда тексерейік. Барлық жауап дұрыс. Жарайсыңдар. Жасыл түс жанса, демек барлық есеп дұрыс дегенді білдіреді. Әрі қарай жалғастырайық. Қатесін табыңыз деп аталады. Есепті қарап шығып, қай жерінде қате бар
тауып көрелік. Қатесін таба алдық па? Онда бірге қарастырайық. Қатесін табыңыз дейді. Яғни бұл жерде бізде теңдеу берілген. X азайтылған 4,3-тен 1 тең болады 5,7-тен 2. Яғни X тең деп біз нысандарды теңдіктің екінші жағына жинастырамыз. Бізге мына жатқан минус 4,3-тен 1 болғандықтан оның керісі болып, мына жаққа плюс болып келеді. Одан кейін астында мына жерде қосуды орындаған 5,7-тен 2 қосылған 4,3-тен 1. Бүтін бөліктерін қосамыз. 9, 7 мен 3-ті ортақ бөлімге келтіреміз. 21. 21-ді 7-ге бөлемін, толықтаушы 3. 21-ді 3-ге бөлемін, толықтаушы 7. Яғни толықтаушы мен санды, алымындағы санды көбейтсек, 2 мен 3 6 болады, 1 мен 7-ні көбейтсек 7 болады. Демек 6 мен 7-ні қосқан кезде бізде мына жерде 7 шықпайды. Мына жерде бізде 7 болу керек. Міне дұрыс жауабы мына жақта көрсетілген. 6, 2 мен 3-ті көбейтсек, 1 мен 7-ні көбейтсек 7. 6 мен 7-ні қоссақ 13. Демек біздің жауап 9,21-ден 13. Демек бізде мына жерде есептеген кезде қате кетіп, осы жердегі қатесін тауып алдық. Сіздерде қатесін тауып алды деген үміттемін. Әрі қарай сергіту сәті болсын. Тағы да Learning Apps бағдарламасына келейік. Бұл жерде сергіту сәтінде пазл түрінде алдым. Бұл жерде тапсырмалардың төбесінде жауаптары берілген. Міне жауаптары, ал мына жерде бізге есептің шарты. Осы жерде біз есептеген кезде мәнін табуымыз керек. Мысалы, 49 көбейтілген 7-тен 1. 49-ның астында 1 бар деп есептейміз. Демек, біз 49 бен 7-ні қысқарта аламыз. Жауабы 7. Әрі қарай, көбейту үшін аралас сандарды міндетті түрде бірінші жай бөлшекке айналдырып аламыз. 2-ден 3 көбейтілген 3-тен 4 болады. 3 пен 3 қысқарады, 2 мен 4 қысқарып 2 қалады. Әрі қарай, 9-дан 2-ні алам 7. 7-ге 15-ті қосам, азайтамын 7-ні, азайтамын 8-ді. Яғни рет-ретімен орындаған кезде бізде жауабы 7 шығады. Әрі қарай 10-нан 3 көбейтілген 3-тен 2. Қысқартуды орындаймыз. 3 пен 3 қысқарады, 10 мен 2 қысқарады. Демек, бізде ол 5-тен 1 шығады. 1,5-тен 2. Бұл жерде аралас санды міндетті түрде бірінші жай бөлшекке айналдырып аламыз. 5-тен 7 көбейтілген 7-тен 1, жауабы 5-тен 1. Егер біз жауапты қате бассақ, бізде мынандай сай емес, қайтадан көріңіз деп шығады. Мынаны қайта есептеп көрейік. 20 азайтылған 15 азайтылған 5. Яғни 20-дан 15 азайтам 5. 5-тен 5 азайтсам 0. 0-ге 2-ні қоссам менде 2 шығады. Яғни біз есепті шығара алдық. Жарайсыңдар. Есептің соңында бізде Абай Құнанбайұлының 175 жыл. Яғни біз білеміз, биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл мерейтойын тойлап жатырмыз. Әрі қарай, бөлшек түрінде жазып және оқып шығыңдар дейді. Бұл жерде бізге квадрат берілген, ол және бөліктерге бөлінген. Осы жерде бізде осы сурет бойынша бізге жай бөлшек құрастыру керек. Алымында жазуымыз керек, бөлімін жазуымыз керек. Жазылуында сосын соңында жай бөлшек шығуы керек. Қайталап есімізге түсірейік. Осы есепті орындап, маған жіберіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет.